Ұстаз, сізге бұны қалай айтарымды білмей отырмын. Менің проблемам бар. Маған сіздің көмегіңіз керек. Қысылма, айта бер. Қандай проблемаң бар? Айтуға қатты ұялып тұрмын, бірақ бұны басқа кімге айтып ақыл сұрарымды білмеймін. Менің проблемам көзімді сақтай алмауым. Тыйым салынған нәрселерге қарап қоя беремін. Алла куә, көзімді сақтауға тырысамын, бірақ қолымнан келмей жатыр. Не істерімді білмеймін. Өзімді тоқтата алмай жатырмын. Сол бір күнәға қайта ұрынамын. Өз-өзіме енді бұны бұдан былай істемеймін деп уәде берсем де, оны кейін қайтадан жасаймын. Жақсы, сені түсіндім. Бәрі түсінікті. Ол нәрсені тоқтату саған үлкен қиын мәселе болып тұр. Саған көмек керектігін түсінуің, сол көмекті іздеуің, бұл сенің бойыңдағы жақсылықтың нышаны. Шамам келгенше саған көмектесуге тырысамын. Шынымды айтсам, қалай тоқтарымды білмеймін. Тыңда, ол күнәні қайталап істеп қоймас үшін келесі нәрселерді түсінуің керек. Ең алдымен, ол күнәға қарсы тұру жолдарын үйренуің керек. Жаудың кім екенін білсең, оған қарсы тұруың оңайырақ болады. Бұл жағдайдағы жауымыз шайтан. Ол асықпай, аз-аздан айласын асырады. Ол алдымен бейкүнә амалдармен бізді алдап бастайды. Күнә емес нәрседен бастайды. Оның айласын білмегендігімізден, оны байқамағандығымыздан, ол келесі кезекте одан үлкенірек нәрсеге еліктіреді. Мысалы, әлеуметтік желіде фото, видео қарап отырғанда, көзің қарауға болмайтын нәрселерге жиі түсе берсе, ол қалыпты нәрсеге айналады. Сондықтан, күнә емес нәрселердің өзіне сақтық танытсақ, шайтанға қарсы шайқасымызда орасан көмек болады. Түсініп отырсың ба? Иә, толықтай түсіндім. Басында тек әсем келбетке қараймын деп, кейін тұзаққа түсіп қалады екенмін. Иә, сондай-ақ оған қарсы тұру үшін келесі нәрселерді істей аласың. Бір жалғыз қалған кезімізде қармаққа түсіп қалуымыз мүмкін. Ішіміз пысып, не істерімізді білмеген кезде ұятсыз нәрселерді қарап кетуіміз мүмкін. Бұл айлаға ұрынып қалмас үшін далаға шыққан дұрыс болады. Жақсы достар табуға тырысып, солармен уақытыңды пайдалы өткізсең болады. Спортпен айналыс, өзіңді дамыт. Сондықтан үйде жалғыз қалмауға тырыс. Әлеуметтік желіні пайдаланатын болсаң, оны мақсатпен пайдалан. Не үшін кірдің желіге? Бос нәрсемен уақытыңды өткізіп жатсаң, интернетіңді өшір. Пайдалы нәрсеге бет бұр. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемімен игілігі болсын, бізге ораза ұстау, өз-өзімізді тәртіпке үйретудің керемет жолы екенін үйреткен. Және жалғыз қалған сәтімізде Алланы естен шығармай, тақуалық танытуға шақырған. Саған мына керемет нәрсені айта кетейін. Біл, көзіңді харамға қараудан сақтауға тырысып, күресуің бұл ұлы құлшылық. Оны Алла мен сен ғана білесің. Оны басқа ешкім білмейді. Желіде отырған кезіңде ұятсыз сурет шыққанды, одан бірден ауыстырып жіберсең, осы амалыңа Алла сауап жазады. Көзіңді харамнан сақтаған сәтінде Алла тағала жүрегіндегі харамға деген құштарлығыңды кетіреді. Расында бұлай істеуің ұлы құлшылық болып табылады. Себебі бұл амалыңда Алла ғана біледі. Тыңда, бұл басында қиын болады. Бұл үлкен күрес, үздіксіз жалғасып отыратын шайқас. Есіңнен шығарма. Кейде әлсіздік танытып, қателікке ұрынып, аяғымыз шалынып жатады. Бірақ Алланың мейірімінен күдер үзбе. Алла кешіруші, жығылсаң қайта тұр, Аллаға қайт, күресіңді жалғастыр. Алла тағала осы амалдарыңа үлкен сауап жазады. Осы амалың себепті Аллаға жақындай түсесің, иншалла.